Ақпатер жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Тарихова Сағыныш. Мен оқыған 30 кітап байқауына жарияланған Бердібек Соқпақбаевтың «Әжесінің баласы» атты шығармасы. Шығарманың басты кейіпкері жас бала Әли. Әли бала кезінен әжесінің қолында өседі. Оның қамқорлығы мен мейірімділігіне бөленіп, тәрбиесін алады. Әжесінің қолында өсіп, тәрбиеленіп шыққан ол, отбасы мүшелері арасында қарапайым кішкентай ғана бала емес, үйдегі мәселелерді шеше алатын отбасы мүшесіне айналады. Яғни Бердібек Соқпақбаевтың «Әжесінің баласы» атты шығармасы үлкенге құрмет пен кішіге ізеттің маңыздылығын көрсете алады. Әжесінен тәрбие алып шыққан ол, отбасы мүшелері арасындағы кикілжіңді, түсініспеушілікті қарапайым, оңай жолмен әжесінен алған тәрбиесі арқылы шеше алатын үлгілі, тәрбиелі балаға, кейіпкерге айналады. Яғни, Бердібек Соқпақбаевтың «Әжесінің баласы» атты туындысынан шығаратын қорытындымыз отбасының тірегі мейірімділік пен түсіністік. Әжесінен алған тәрбиесі арқылы ол көптеген оқырмандарға үлгілі кейіпкер ретінде танылды. Яғни, Әли секілді кішкентай балалар да осы шығарманы оқи отыра, одан үлгі алып, бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіре алады. Бұл шығармадағы Әлидің әжесі даналық пен сыпайылықтың символы болып табылады. Оның бойындағы сыпайылық қасиеттер Әлидің жүрегінен ерекше орын алатын еді.